Саламатсыздар ма, қадірлі көрермендер, назарларыңызда Жан Сарай бағдарламасы, сіздермен бірге Гүлжайнар Қайымқызы. Бүгінгі біздің жексенбілік хабарымыздың қадірлі қонағы республикалық үкілі үміт байқауында көрермен көзайымы болып танылған әнші сазгеріміз Гаухар Әлімбекова туралы болмақ. Гаухар Әлімбекова таяуда өзінің «Оралшы махаббат» атты әніне бейне клипті көршілес Өзбекстанда жасатқан екен. Біз осы оқиғаны өздеріңізге тереңірек жеткізу үшін Ташкент қаласына келіп, айтулы бейне клиптің тұсаукесеріне қатынасқан едік. «Оралшы махаббат» әніне жасалған бұл клип тарихи, және оны жасаушы әрине көршілес өзбек ағайындар. Оның ішінде кәсіби актерлар да бар екен. Олай болса, қадірлі көрермендер, бүгінгі Жан Сарай бағдарламасы арқылы өзбекстандық актерлардың жан сырын білгілеріңіз келсе, бүгінгі бағдарламамен бірге болыңыздар демекпіз. Жанардан жауқазын нұр өсіп тартты ғой түбіне тұнып бір мұң, жүректер байқаусыз тілдесіп тірлікті бір сәтке ұмыттырдың. Нұр сеуіп не болса соған алданғыш жаным, ләззатқа мас болып ұйып қалдым. Білмеймін содан соң не болғанын, сол сәтте мәңгілік сүйіп қалдым. Нұр сеуіп жеткізіп айтар едім, өтті ғой сол бір сәттез білінбей, сәтімді қайтаршы қайта менің шер ана жасарға мезгіліндей.
сенің енді өзіңнің мына кәсіби шеберлігіңді шыңдайтын жаңа клип өмірге келген көрінеді. Бұл клип көршілес Өзбекстанда түсірілген. Жалпы Ташкент таңдауыңа не себеп? Мен туған жерім Жетісай ғой. Жетісай біздің Өзбекстанға жақын. Ылғи солардың шекаралары арқылы өтетінбіз. Бұрын Өзбекстанда түсіруіме себеп болған бұл мен ылғи жаңа туған жеріме Жетісайға барған кезде бізде мынау мысалы Қазақстанның каналынан гөрі Өзбекстанның каналдары көп. Бір 5-6 канал бар таңертеңнен кешке дейін. Содан кейін олар сол түстің кезінің уақытынан бастап қояды, өздерінің әншілерін көрсетеді жалпы. Осы Өзбекстанның көптеген клиптерін көріп, өзім қызығып, сүйсініп жүрдім. Сөйтіп осындай бір мен де әндерінің бірін осы Ташкент жаққа түсірсем ба деп былай сұрастырып көрсем, сол жақта бір режиссерлар бар екен, әрі бағасы да азандау деп сол таныстарымыз айтты. Содан ағамыз екеуміз жаңағы осы уақытқа дейін продюсер болып келген өзім ағам бар ғой, Әділхан деген. Сол ағамыз екеуміз ақылдасып, үйдегілермен ақылдасып, сол жақта клипті түсіретін болдық. Өзің клипке арнаған тарихи сценарийді не үшін таңдадың? Жалпы олар маған бір 3-4 сценарий дайындап қойдық деп хабарлады. Содан кейін ағам енді осының жағдайын көріп қайт, қалай саған ұнай ма, ұнамай ма біліп қайт деп мен шақыртып алғаннан кейін барып қарадым. Енді 4 сценарий 4 түрлі екен. Бірінде жаңа Томирис деген тарихи оқиға бар ғой, соған ұқсайтын көрінеді. Екіншісінде жаңағы қазіргі стилі, қазіргі современный дейді ғой, енді қазіргі жаңаша стильдегі клип. Одан кейінгі үшіншісінде жаңа қыз бен жігіттің махаббаты, бірақ клиптің соңында жігіт өлетін болады. Тарихи қызықтау болғанмен жаңа жігіт өледі деп айтады. Сосын мен айттым, менің әнімнің тақырыбы оралшы махаббат. Ол әнде жігіт қайтадан келу керек, өлмеу керек жігіт дедім. Мен жігітті күтем, жігіт қайтып оралу керек деп, сол тақырып бойынша 4-ші сценарийді жаңағы өзгертті. Ақыр жағында жаңағы жігіттің қайтып келетін деп. Содан мен осы сценарий таңдайым дедім. Ал мынау айтып отқаныңыз тарихи деп тұрғаныңыз, енді бұл қазір современный клиптер, өте бейне клиптер толып жатыр. Кішкене енді мынау әннің тарихына қарап, басқашалау болса екен дедім. Пошел, бабур. Пошла, Гаухар. Стоп. Побольше глаза. Больше, давай, улыбайся. Да. Запись. Меня. Азамат. Меня. На нас, иди на нас. Өзіңнің басты кейіпкерің, жағымды кейіпкер, жағымсыз кейіпкер бар. Осыларды қалай таңдадың? 10 жігіт таңдап қойдық деп олар маған хабар берді. Содан барғаннан кейін 10 жігіттің суретін көрсетіп, енді ол жерде көбісі актерлар, талантты жігіттер. Ескім келіп еді, мынау жаңа сондай жігіт деді, сондықтан осы жігітті таңдасаң, мен де соны таңдап отырмын деп сөйтті. Жаңа Бабур деген жігіт. Содан сол жігітті таңдадық. Birinchi kuni uyga kelib yotganimda shu ertalab tursam, xayolimda shu nima deydi, bir syomkaga kech qolayotganda shunaqa tuyuldi-da, menga bir 3 kun o'zimga kela olmadim. Chunki juda ham yoqdi syomka umuman. Endi ijrochini o'zi bilan ishlash, masalan, endi shu sevgi, umuman sevishganni rolini o'ynash g'alati bo'ldi, chunki unaqa rol o'ynamaganman. Shu har doim kulaverish, kameraga qarab, masalan, Gavhar yuziga qarab kulaverish, masalan, endi shu ozgina g'alati bo'ldi. Men endi rejissyorga ham aytdim, cheta menimcha bu g'alati chiqsa kerak yo bu yoqda. Yaxshi, men Saqali бар, сондай бір кәдімгі киноның актері бір жігітті көрсетті енді. Ала көзмен қарап тұрған. Сол жігітті мына жағымсыз рөлде ойнайды деді. Енді мен дереу келісе кеттім, өйткені сол рөлге келіп тұрған сияқты болды. Birinchi marta tushishim qozoq ashulachisi bilan birga. Endi nima desa bo'ladi? Klip ssenariysini birinchi marta olib kelishganda juda qiziq bo'lgan. Shuning uchun men o'ylamasdan xo'p dedim. Chunki bular juda ko'p aktyorlarni tanlashgan, oldindan
5-6 ta yigitlarni ko'rib aytishganki, mana shu yigit mana shu yomon rolni, yomon odamni o'ynab beradi. Endi nimagadir men ko'proq yaxshi yomon odamlarni o'ynashni yaxshi ko'raman, chunki yaxshi odamlarni o'ynash qiziq emas. Yomon odamlar qiziqroq bo'ladi endi bularcha. Bunda hozir eslab o'tyapman, hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Juda ham maza qilib, o'ynab, kulib biza klipga tushdi. Shuning uchun bir qanaqadir qiynalib bir narsalar degan gap umuman hozir esimga kelmayapti. Ularga shu ssenariy yoqdi. Men shu ssenariy ustida ishlashni boshladim. Boshida lekin qo'rqdim. Gavhar uchun qo'rqdim, chunki men Gavhar aktrisammi, aktrisa emasmi? Keyin qanaqa o'xshaydi unda, o'xshaydimi, вообще o'xshamaydimi? Odam birinchi o'ylaydi-da, qo'rqadi unaqa narsalardan. Keyin shunaqa bo'lib qoldiki, bir ikkita sahnada Gavhar juda ham zo'r o'ynadi. Sizlar klipda hali ko'rasizlar bu sahnalarni. Bu bitta sahnasi Gavhar yiqilib tushishi oxirida, finalni sahnada. Bitta sahnasi undan sal-pal oldin uchrashuvi ikkalovini. Ular uchrashishdi-ku, o'sha sahnasi Gavhar juda ham aktrisa sifatida men o'ylaymanki, juda ham a'lo darajada o'ynab berdi. Juda ham chiroyli darajada o'ynab berdi. Sizlar hali o'zingizlar ham ana keyin agar bu ish to'g'risida yana bitta qaytsa, bu ish og'ir. Og'ir ish, yengil emas, lekin bu ishni bizning kasbimiz, bu kasb orqali faqat farzandlarimizni boqmaymiz-da, tushunasizmi? Shu pul ishlamaymiz, gonorar emas faqat. Bundan tashqari biz yana keyingi ishlarimizni ham o'ylaymiz. Agar hozir biz masalan gonorarni o'ylab 5 so'm pul ishlaymiz deb hamma pulni o'zimizga olsak, keyingi ertaga bizga pul kelmaydi. Hozir biz nabarot ko'proq pul tiqib, ishlatib, shu ssenariyni ro'yobga chiqarish o'xshata olsak, demak bu ishimiz bizani o'xshagan hisoblanadi, udachli hisoblanadi. Udachli ish hisoblanadi. Menimcha hozir mana bugungi kunga kelib klip har qalay o'zligiga yoqib turibdi. Klip деген дүниені жасау әрине оңай емес. Осы оралшы махаббатқа арналған клипіңді жасауға қанша уақыт кетті? Және мына өнер адамдары көбіне көп айтатын, демеуші табылды ма? Бұл клип жасауға қандай да бір қамқоршы қолдар кімдер болды? Әрине бұл клипті түсіруге аз уақыт кеткен жоқ. Біз бұны жаздан бастадық. Клиптің бас аяғында 3 айдай уақыт өтті. Қазіргі өнер адамдарына әрине мынау жаңа бейне клип түсіру, не болмаса жаңа бір әндерін дүниеге келтіру өте күрделі, өйткені қазіргі заманда мынау демеуші табылу, көмектесу ол көптің қолынан келе бермейді. Міне осы орайда маған осы жанашырлық танытқан, демеуші болған, үлкен осы көмек жасаған менің Қарлығаш деген әпкем болады. Мына сол кісінің арқасында сол кісі өзі жолдама беріп, осы әніңді жарыққа шығарайық, жаңа клип түсірейік, бір күрделеу, жаңаша клип түсірейік деп, осы демеушілік жасаған менің Қарлығаш әпкем. Әрине, қазір заманда бізде мынау өзіміздің Қазақстанда қалталы азаматтар, демеушілер толып жатыр, бірақ олар әшейін аузымен айтқанмен, олар көмектесе беру қолдарынан келмейді. Осы орайда мына көп азаматтың қолынан келе бермейтін көмекті, демеушілікті менің Қарлығаш әпкем жасады. Сондықтан ол кісіге менің алғысым шексіз, ол кісінің алдында қарыздармын деп ойлаймын. Жасаған демеушілігі үшін мынау Қарлығаш әпкеме мен өзімнің шынайы, шын жүрегімдегі алғысымды білдіру үшін әрине осы клипті таңдауым себебім, осы әнді таңдау себебім Қарлығаш әпкемнің өзінің жақсы көретін Оралшы махаббат деген әні бар еді репертуарында. Осы әнімді шынайы алғысымды білдіру ретінде осы әнді мен таңдадым. Сырымды жеткізіп айтар едім,
сәтімді қайтаршы қайта менің шыр ана жасарған мезгілінде. Нұр сеуіп шапағат, нұр сеуіп шапағат, шапағат, оралшы махаббат, оралшы махаббат, оралшы маған махаббат. Оралшы Гаухар, клип дүниеге келгеннен кейін әрине өзіңнің мына репертуарыңда тамаша жаңа әндердің да туындап жатқанын естіп жатырмыз. Бұл енді соңғы бір 3-4 жылдың көлемінде жиналып қалған дүниелер болар. Осы өзіңнің үнтаспан шыққан кездегі әндерден кейінгі шыққан соңғы әндердің топтамасы қандай? Қанша әндер дүниеге келді? Жалпы жаңа әндерім, жаңа таспаға кірмеген жаңа әндерім келіп жатқан. Енді бірнеше әндерім бар. 20-дан асадай әндерім бар. Бірақ енді одан да көп, бірақ кейбір әннің жаңағы бір-бірін таба алмай жүр да, кейбіреуінің әні бар, кейбіреуінің әні бар, сөз жоқ, кейбіреуінің жаңағы сөзі бар, әні жоқ дегендей, не болмаса аяқталмай қалған әндер. Бірақ жалпы жаңа аудиокассета дейді ғой, жаңа кассетаға шығатын әндерім 1-4 ән ғана дүниеге келді, аранжировкасымен дегендей. Ал басқа әндерім енді бірте-бірте шығарамын ғой деп ойлаймын. Одан кейін жаңа альбомға кірісуге болады. Аққудай ақ арманы, ауырмашы әкеші, ауыры көп ау шалған, бұл шалған артаймашы әкеші. Сағындым әке, сағындым, тәңірге тәубе табындым. Өзіңсің әке, аяулым әке, оңдашы. Бақытым бол жар, бақытым бол жар, көкке өрлеп көңілі, нұрға толсын өмірі. Бақытты бол жан әке, бақытты бол, ұзақ болсын ғұмырың. Сағындым әке, сағындым, тәңірге тәубе табындым. Өзіңсің әке, аяулым әке, оңдашы. Бақытым бол жар, бақытым бол жар, сағындым әке, сағындым, тәңірге тәубе табындым. Өзіңсің әке, аяулым әке, оңдаушы. Бақытым бол жар, бақытым бол жар, Әншілеріміз, жұлдыздарымыз айтады, осы композиторлар өздерінің әндерін бермейді, өздері орындайды, өздері орындаушы, өздері әнші деген өкпе айтып атады. Ал енді сенің әндеріңе сұраныс, тапсырыс болды ма, әлде сенің әндеріңді ауырсынып алғысы келмеген жұлдыздар болды ма? Олай айтып жүрген әншілер бар, бірақ мен жаңағы әнімді сұраған кезде әнімді бермеймін, өзім ғана айтамын деген менде ондай ой болған жоқ.
Мен ешкімге олай айтқан да емеспін. Әнімді сұрайтындар бар. Кейбір әншілер бар сұрайды, бірақ жаңа мен айтып беремін ғой енді әнін ыңылдап. Мынандай деген кезде, ой Гаухар, сенің әнің кішкене жаңа қиындау дей ма, күрделілеу келмейтін сияқты. Кейін көреміз дейді да, сонымен кетіп қалады. Өзіңнің еншіңде қалады ғой. Иә, көрем, тағы да бір көрем ғой дейді да, соны ат ізін салмай кетіп қалады. Ал жалпы мен әндерімді айтамын дегендерге оның ешқандай айыбы жоқ шығар деп ойлаймын. Ол мен әнді шығардым, оны тек қана мен орындауым керек деген менде ондай мақсат жоқ. Сен сазгерсің, сен ана өзің шығаратын әннің сөзінің да өлеңінің да бір керемет бір өрнектеліп тұрған ерекше қарайтын шығарсың. Көптеген әндердің авторы Исраил Сапарбаев деген ақын ағамыздың сөздері болатын. Соңғы кезде енді біраз әндерім жаңаға келіп жатыр ғой. Сол әндерімнің бір 2-3 әнін жаздым Сабырхан Асан деген ақын ағамыздың сөзіне. Одан кейін Шона Смаханұлының Өкініш деген өлеңіне ән жаздым. Енді мен көптеген мысалы ел іші өнер кеніш дейді ғой. Өнердің көзі халықта деп, мынау көрінбей жүрген, ауылдық жерде алыста жүрген, жаңа көріне алмай жүрген көптеген ақын ағаларымыздың, апаларымыздың жаңағы алтын қазынасы дейді ғой, жарыққа шығарған өлеңдері бар, бірақ оларды енді ешкім шығара алмайды ғой ауылдық жерде. Сол жерде шығарады, сол жерде қағазда қалады. Сол сияқты көрінбей жүрген, жаңа ауылдық жерде жүрген ағаларымыздың өлеңдерін жарыққа шығарғым келеді. Гаухар, сенің өзіңнің көрермендеріңе, өзің әніңді сүйіп тыңдайтын тыңдаушыларыңа таяу күндердің еншісінде деп айтсақ бола ма, қандай жақсы жаңалық жасайсың? Әлде жаңалықтың барлығы қаржыға тіреліп отыр ма? Жаңа әндерім көп, жетеді. Сол әндерімді енді оның бәрін бірден шығару әрине оңай емес. Әлсін жаңа бірте жайлап бір әннен кейін екінші ән, үшінші ән солай жарыққа шығарам деп ойлаймын. Әрине әндерімнің бәрі енді іштен шыққан шұбар жылан дейді ғой. Бәрі өзімнің жүрегімнен қабылдап, жүрегімнен шығып жатқаннан кейін енді барлық әндерімді де шығарғым келеді. Бірақ енді қайсысы кішкене көрермендерге жақындау әндер, соларды мен жайлап шығарам деп ойлаймын. Енді неге сөйле соқтау қараймын, бірін-бірі түсінбейтін жандарда. Шын бақыттың қол жетпестей биігі, сүріндіргіш сүрлеуі көп дүние, аңсағаның шаршағаның аздай-ақ аяулыңда, алыстаудың қиыны Соңғы уақытта аңғарғанымыз, өзің мына шығыстың әуендеріне елтіп жүрсің. Бұл мына заманға сай өзіңнің халықты, көрермендерді өзіңе тартуың ба, әлде бүгінгі таңда мына ойын-сауық кештерінде біздің әнсүйер қауымды өзіңе жақын әуестету ма? Шығыс әндеріне жақын болғанда енді мен соған жақын болам деген мақсатпен шығарып жүрген жоқпын оны әрине. Ол мен ойлаймын, өзім енді кішкентай кезімізден бәріміз жаңағы үнді киноларын жақсы көретінбіз ғой. Жаңа үнді билерін, үнді әндерін көп тыңдағандықтан ба, кейбір әндерімнің бір иірімдері соған ұқсап кететін сияқты. Бірақ шығыс әндеріне болғанда енді барлық әндерім емес қой, бір 2-3 әндерім енді орысша айтқанда разнообразие болсын дейді ғой. Сол сияқты әртүрлі бір лирикалық, бұрынғы әндерімді білесіз, тек қана лирикалық ән еді. Одан кейін кішкене қазіргі жаңаша эстрадаға, одан кейін жаңа шығыс әндеріне
солай тек репертуарым жаңағы іш пысатындай бір қалыпты болмасын деген ойда менікі. Буралхан биліңе нәзір, уашыргіні талқа диша сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде қара басын уашыргіні хан қадиша шіркіні зар